Булану және конденсация. Мына суретке қарайық. Біздің мысалымыз. Мына ыдысқа ыстық су құямыз. Сұйық зат пен қақпақтың арасында бізде бос кеңістік бар. Қақпақпен жапқанда сұйық бетінде молекулалар ұшып шығып бу түзеді. Және бізде мында сұйық пен қақпақтың арасында булану жүріп газ болады. Сосын бұл буға айналған молекулалар қақпаққа ішкі жағына жабысып, салқындап, керісінше сұйыққа айналады. Сөйтіп біз қақпақты ашқанда қақпақтың ішкі жағында сұйықтар, тамшылар көреміз. Бұл неге? Біріншіден, судың бетінде молекула ұшып шығып бу түзеді. Сол бу қақпаққа жабылып, керісінше конденсация болды. Сөйтіп бізде сұйық тамшылар пайда болды. Сонымен сұйықтың буға айналу құбылысын бу түзілу деп атайды. Ал булану деп сұйық бетінде орын алатын бу түзілу процесін айтады. Конденсация керісінше будың сұйыққа айналуы. Келесі мысал, қайнап жатқан шайнекті алайық. Біз бәріміз көреміз, мына шайнектің тұмсығынан бу көреміз. Бұл дұрысында бу емес, бұл тұман болып табылады. Яғни конденсация. Бізде бар молекула шығады, ауаға шыққанда тез салқындайды, конденсация болып, ұсақ-ұсақ сұйық бөлшектерге айналады. Бұл тұман болып табылады. Булану мен конденсацияға бір мысал қарастырайық тағы да. Бұл табиғаттағы құбылыс. Теңіздер мен мұхиттардан су бетіне булану процесі жүріп, олар жоғары көтеріледі. Жоғары көтерілгенде кері конденсацияға ұшырап бұлт түзеді. Бұл бұлттардан жаңбыр бұлттары пайда болады. Жаңбыр бұлттарынан кері тамшыға болып жерге түседі, сұйық күйінде. Мында теңіздер бұл кері осы мұхит пен өзендер мұхит пен теңіздерге құяды. Сөйтіп бізде процесс қайталана береді. Булану, конденсация, булану, конденсация. Бұлардың біздің ауа райымызға атқаратын рөлі зор. Тағы айтатын жайт, булану процесі кез келген температурада болады. Мына суретке қараңыздар. Не көріп тұрмыз? Қыс мезгілі. Мында судың бетінде булану процесі жүріп отыр. Бу көрінеді. Жаз мезгілі бу көрінеді. Булану процесі. Күз мезгілі. Яғни булану кез келген температурада жүреді. Булану ол деген булану сұйықтың, яғни бетін ауданына тәуелді. Яғни ауданы үлкен болған сайын булану қарқынды жүреді. Оның температурасына тәуелді. Температура жоғары болған сайын булану процесі де қарқынды жүреді. Сонымен қатар конденсация конвекцияға тәуелді. Яғни жел болса тез буланады. Жел болмаса жай буланады. Конвекцияға тәуелді. Оны байқайтынымыз, мысалы суға түссеңдер, судың бетіне шыққаннан кейін сыртта жел болса үстіміз тез салқындайды. Яғни буланған кезде бізде ішкі энергия азаяды, температура түседі. Керісінше конденсация болғанда жылу бөлінеді, ішкі энергия көбейеді. Келесі бізде ұғым қаныққан бу жөнінде. Егер бізде бір ыдыс алатын болсақ, бізде мұнда былай қақпақпен жауып қойайық. Ішінде сұйықтық бар. Су болсын ішінде. Сосын бізде булану процесі жүріп жатыр. Молекулалар шығып жатыр, судың бетінен булану процесі. Енді бізде ыдыс жабық. Судың бетіне қанша молекула ұшып шықса, мысалы 1 миллион болсын. Кері жағдайда сонша молекула кері қайтатын болса, яғни 1 миллион молекула буланды, 1 миллион молекула конденсацияланды. Яғни молекулалар саны тең, қанша шықты, сонша қайтып келді. Осындай жағдай болатын болса, біздер айтамыз, сұйық пен бу динамикалық тепе-теңдікте деп. Бұны қаныққан бу дейді. Сонымен қаныққан бу дегеніміз өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікке жеткен буды айтады. Қайталайым, қанша бу молекулалар ұшып шығады буланғанда, және керісінше конденсация кезінде сонша молекула қайтып келетін болса, яғни сандары тең болса, молекулалардың шыққан келген, ол қаныққан бу деп аталады. Егер буланған мен конденсацияланған молекулалар саны өзара тең болмаса, бұны қанықпаған бу дейді. Яғни қанықпаған бу дегеніміз өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте жетпеген буды айтады. Қаныққан бу оның концентрация мен тығыздығы ең үлкен бу болып табылады. Ол сұйықтың бетіне үлкен қысым түсіреді. Қасиеттерін атап өтейік. Бірдей температурада әртүрлі сұйықтардың динамикалық тепе-теңдіктердегі булардың тығыздықтары әртүрлі болады. Екінші қасиеті, тұрақты температурада қаныққан будың сұйық бетіне түсіретін қысымы тұрақты болады. Яғни ол сақталады. Сонымен молекулалар булану процесінде қанша жылу жұтса,
конденсация кезінде сонша жылу бөліп шығарады. Табиғатта тұман, жауын бұлты, шық нүктесі барлығы конденсация салдары болып табылады.